Сіздерге бүгін бір қызық әңгіме айтып берейін. Қызық әрі түсініксіздеу, сәл-пәл шым-шытырық, пәлсапалау. Тыңдап көріңіздер. Бүгін мен 2021 жылға түскен өзімнің ескі суретімді көріп қалдым. Телефоннан Google аккаунтқа сақталған екен. Менің қазіргі уақытта телефонымда жоқтау, Google аккаунтқа сақталған. Сол суретті көрген бойда ішкі бір жан дүниемде бір қозғалыс болды да менің. Тәнімнен бұрын рухта, жанда бірден айтқысы келді да маған. Ол былай деп айтты маған. Сен егер жадыңды өшіріп толық қайтадан сәби күйіңе келтіріп, қайтадан өмірге келсең, сен бұл істі, қазіргі айналысып жатқан ісіңді сол күйінше қайтадан жасайтын едің. Ешқандай өзгеріссіз таңдап алып тұрып, қазіргі істеп жатқан ісіңді қайтадан жасайсың. Яғни, сол суретке сен 2021 жылы бәрібір қайтадан түсетін едің. Менің не айтқым келгенін білесіздер ма? Өткен іске өкініп, шұңғымаға түсіп, өзіңізді толық жоғалтып алмаңыз. Мына сүріп жатқан өмірді, қазіргі сәтті ұмытып кетпеңіз. Осыны айтқым келіп тұр да менің. Болуы керек істер болып кетті да өткен өмірде. Қайтадан сәби күйіңізге келсеңіз, жадыңызды тазартып, сол істі бәрібір сіз қайталайтын едіңіз негізі. Тағдыр мәселесі да бұл темаға қатты кіруге болмайды. Менің бұл кішкене сезінген нәрсені толық жеткізуде қиындау. Мен бұл мәселені өзім күнделігіме жазып қойдым. Күнделік жазуды бастадым, айтқандай көп болған жоқ. Бұл видеолар өшеді да кейін. Өшіп қалады бұл. Алла біледі, қай уақытқа дейін баратындығын. Бірақ жазған нәрсе қалу ықтималдығы жоғарыда. Егер тәуір жазылған дүние болса, ол біраз уақытқа дейін сақталуы мүмкін. Шот пайдасына жарап дегендей. Сондықтан мен сезінген дүниемді жазып қойдым. Қазір сіздерге соны кішкене жеткізуге тырысып отқан түрім. Сондықтан үмітсіздікке қатты салынып, өткен шағыңызға бола. Өмір сүруді ұмытып кетпеңіз. Менің айтқым келгені. Болуы керек істер болған. Енді тек қазіргі уақытта қалған өміріңізге хақты қаладан берекет сұрап, саналы түрде барлығын жан-жаққа қарап қабылдап, салқынқандылық танытыңыз. Жоғалта бермеңіз өзіңізді. Түсіндіре алдым ба бірдеңе?